Жалғастырайық. Ештен кеш жақсы. Мұнай өңдеу зауыттарын модернизациялау ісінің кеш қолға алынғанын бүгін мұнай және газ министрі мойындады. Мыңбаевтың пікірінше, Қойнауы көмірсутегіне толы елде жанармай тапшылығы туындап, өзгелерге қол жаймау үшін 2019 жылдан соң тағы бір зауыт салу қажет. Астанада басталған 6-шы Еуразиялық форумнан Жанболат Серікбай баяндайды. Үкімет пен энергетика саласының алпауыттары арасындағы алтын көпірге айналған форум осымен 6-шы мәрте ұйымдастырылып отыр. Бірақ жауапты шараны лайықты деңгейде өткізуге талпынғандар мұндай істі алғаш қолға алғандай қобалжып жүр. Мы всегда волнуемся, конечно, это же событие такое большое и организационное, и по содержанию. Жиынды жүргізуге ақш телевизиясының аңызына айналған Ларри Кинг арнайы алдырылған. Алайда ол сөзге көп араласпады. Керісінше мұнай саласының басқасында жүрген жергілікті азаматтар алдағы жоспар жайлы кеңінен сөз сабақтады. Мәселен, қазанда елдегі жанармай тапшылығын шешу үшін жоғары октанды бензиннің 50 мың тоннасын Ресейден сатып алуға тура келді. Керекуде қаңтарылып тұрған кәсіпорын бірер күн бұрын іске қосылғандықтан ондай түйткіл енді туындамауы тиіс. Ол осы айда аяғына уже бір 450-470 мың мұнай өндіреді. Соның ішінде мен ойлаймын, мына жылдың аяғына шейін ендігі жылғы мәселелерін осы үш зауытпен бұрындай біз түгел мәселелерін шешеміз дейміз. Мұнай және газ министрі онсызда мезгілінен кеш қолға алынған модернизация жұмысы мұнымен шектелмеуі тиіс деді. Мұнай өңдеу зауыттары сапаға жете мән беріп, енді Евро 5 стандартына сай жанармай шығаруға ұмтылуы керек. Модернизировать их придется в любом случае, все три завода. Қалайда оларды модернизацияламасқа болмайды. Заман талабына сай жаңғырту барысында зауыттардың қуатын ұлғайтып, өнімнің сапасына қойылатын талапты күшейтеміз. 2015 жылға қарай 3 зауыт жылына 17,5 миллион тонна мұнай өңдеп сұранысты жабады. Ал 2019-20 жылдарға қарай оларда қажеттілікті толық өтей алмай қалады. Сондықтан қазірден ойлану қажет. Министрдің айтуынша теңіз жобасының кеңейтілуіне байланысты кеніштен алынатын мұнай көлемі 26 миллионнан 36 миллион тоннаға дейін ұлғаюы ықтимал. Алайда темір тұлпары бар қазақстандықтар үшін мұнайдың өндіріс көлемінің артқаны ғана емес, оның терең өңделгені қажет. Мұнай өңдеу зауыттарына қомақты қаражат бағыттаймыз. Нәтижесінде 2015 жылға қарай біздің зауыттар мұнайды 95%-ға дейін терең өңдейтін болады. Қазір көп мөлшерде өндірілетін мазут атымен болмайды. Бұл форум бұрынғыдан өзгерек. Өйткені ел тәуелсіздігінің 20 жылдығы, Қазақстан мұнай өнеркәсібінің 100 жылдығы, теңіз кенішінің игеріле бастағанына 20 жыл сынды мерейтойларға сәйкес келіп отыр. Сондықтан көмірсутегін өндіретін қуатты кәсіпорындар өз жетістіктерін арнайы көрмеде паш етіп жатыр. Энергетика саласындағы елеулі шара ертеңде жалғасын табады. Жанболат Серікбай, Нұржан Махмұт, Ербол Дайыров, Астана телеарнасы. Ал келер жылы Астана мұнай державаларының 60 көшбасшысын қабылдайды. Мұндай жаңалықты Қазэнерджи қауымдастығының бас директоры Жанболат Сәрсенов бүгінгі форум аясында жеткізді. Айтуынша, халықаралық энергетикалық кеңес және мұнай кеңестерімен байланысын нығая түскен. Алғашқысына Қазэнерджи қауымдастығы былтыр кірді. Осының арқасында елімізде баламалы энергия көздері мен атом энергетикасына арналған секциялар жұмыс істей бастады. Ал халықаралық мұнай кеңесімен байланыс орнағанына биыл 5 жыл. В прошлом году в Китае, когда определяли... Былтыр Қытайда мұнай кеңесін өткізетін елді анықтаған кезде Астана ұсынылған болатын. Атқару комитеті ұсынысты қолдады. Кеңестің қазіргі президенті Рэндалл Госсенді аз дегенде мәртебелі мейман ретінде қабылдаймыз деп үміттенем. Ол кезде Астанаға әлем мұнай алпауыттарының 600-ден астамы ат басын тірейді. В следующем году, как минимум, как почетного